Бүгін біз ерекше саяхатқа аттанамыз. Көшпелі мал шаруашылығының қалай қалыптасқанын өз көзімізбен көреміз. Бұл біздің ата-бабаларымыз өмір сүрген көне дәуір. Дайын болыңдар, уақыт қақпасы ашылды. Дала өмірі басталды. Табиғат өзгерді, адамдар жаңа тіршілікке бейімделді. Мал басты байлыққа айналды. Түйе шөлдің кемесі, жылқы ердің серігі, қой мол ризық. Көшпелілер табиғатпен үйлесімде өмір сүрді. Көшпелілер табиғатпен бірге өмір сүрді. Қыста қыстауға, жазда жайлауға көшіп, 4 мезгілді тең үйлестірді. Жайлау жаздың жаны. Мұнда адамдар еңбек етті, ойын-сауық құрды, бірлік пен береке орнады. Қыс түсті. Киіз үйлердің түтіні будақтап, мал қоралардан жылу еседі. Қыстау өмірдің тынысы. Малшылар егіншілермен айырбас жасады. Ет пен жүн, астық пен бұйымға алмастырылды. Бұл алғашқы сауда. Қазақстанда 3 түрлі шаруашылық қалыптасты. Көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы. Әр өңір өз өмір салтымен дара. Көшпелілер жылқыны алғаш қолға үйретіп, үзеңгі мен ер-тоқым ойлап тапты. Бұл адамзат тарихындағы ұлы жаңалық. Саяхат аяқталды. Бірақ көшпелі өмірдің ізі біздің дәстүріміз бен рухымызда мәңгі сақталады.